Мындай бірақ мерекеге айтып қоймаңдар, комментария жазбаңдар үйде. Сәлем достар, осының ішінде бізде 8 задание бар. Соны қазір бір-бірден алып орындаймыз. Бұл заданиені до конца орындау керек. Түсін ба? Дайынсың ба? Сондықтан видеоны соңына дейін көріңдер, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Тіркеліп қойыңыздар арнаға. Давай, Мереке, сен баста. Бірінші сен заданиені орындайды, да? Араластырайын. Общий қанша? 8 задание. Ішінде қиыны бар, оңайы бар. Оңайлар маған түссін. Ойбай, бәрін шығарып саламыз. Ал, бісміллә. Ей! Қылдайды. Жып тастаған ес? Тауықтың дауысын салу? Иә. Құрсын, позор. 40 секунд, 45 секунд тауықтың дауысын салу керек. 1, 2, 3. Ей, сал! Кукарику дейтін бетер. Иә. Кукарику. Ауыр адам сияқты отырсың. Мә, әлі жатысы бар ма? Бол, 10 секунд қалсын. Кукарику. Позор болды кәдімгідей. Әй, 3 секунд қал. 3. Бә, позор. Бітті. Молодец. Енді Мереке сенің кезегің. Жоқ бұл ә? Не? Сен кезегің ғой? Мен кезегім. Жау-жау отырған жоқпын ба қыт-қытты. Так, маған задание. Қарама. Аяқты көрсем қазір. Үйді айнал. Ой, оп-оңай ғой. Жоқ. Мұна үйдің ішін емес, даладан үйді айналып келу. Ой, сен ескалдар шығып қайтып келетін шығарсың, или артыңнан бара ма? Артынан барады? Давай, барып келе. Күте тұрам мен үйде. Не істеймін бұның артынан барып? Мен кеттім, даланы айналып келем мен. Пока-пока. Қазір мен Мерекеге пранк ұстаймын, есік алдынан шығып қайтып беремін. Да, сен де келсесің ба? Болды. Мен далаға шығып кеттім ал, Мереке үйде қалды. Типа мен өтірік үйді айналып қайту керекпін ғой. Негізі бұл дейтін, осындай үй қара көрсетейін. 5 этажды үй ғой, мұнан қара. Мәңгілей андай ұзын үйді, еще ар жақтан. Наны бір айналып келу, примерно 5 минут уақыт алады. Ал мен Мерекеге пранк ұстаймын да, есік алдында отырам просто. Бірақ Мерекеге айтып қоймаңдар, комментария жазбаңдар, үйде айналып келген жоқ деп. Мен отырам. 5 минут өтті. Ал мен өтірік үйге бара жатырып, шаршап келген адам сияқты оламын. Мә. Шаршап келді ме? Қойшы, барып келе қойдың ба не? Иә, 5 минут өтті ғой. Шынымен шаршап қалдым. Подозрительно. Ал Мереке өзіне задание таңдайды. Мән көрейкі. Ар жақта көрсет. Айналдыр. Айналдайды. Бәлә! Айтшыш, магазинде билеу керек. Кеттік па? Кеттік. Мереке қазір магазинге кіріп билейді. Дайынсың ғой, да? Дайын емес пе? Дайынсың. Қазір мен Позор. музыка. Қандай өлеңге өлейсің? Позор. Белмей. Давай, мен өз. Жоқ ғой. Ішінде адам бар? Білмеймін, шықсын. А? Шықсын? Сразу билеп кіресің, түсіндің ба? Жоқ бол бар. Иә, билеп кіресің. Қойш, позор. Білмеймін. Давай. Алтын бек. Давай. Биле. Мұнда кел. Жоқ. Мұнда кел. Биле. Болды, биледім. Позор, магазинде билеп жүр. Позор, кетші болды, стоп. Магазиннің адамы қайда? Тығып қалған жер. Тығылып қалды. Мерекенің заданиясы орындалды. Путинг. Ай, позор-ай. Бүгін позорым шашылып. Мана қыт дедім, магазинде биледім. Неге маған жаман заттар түсіп жатыр? Нормально ғой? Позор ғой. Так, енді менікі телефонмен ақша сұрау. Кімнен? Яғни бір танымал адамнан ақша сұрау керек бізге. Ойбай, сен танымал адамдар танитын бе? Иә. Менің досым бар, ютубер, бәрін білетін шығарсыңдар. Бұл Майк Миллер. Танисың ба? Бермей қалса не болады? Қазір сұрақ көрейін. Алло? Майк Миллер, ассаламу алейкум.
Чоттан. Майк Миллер маған ақша берші. Не керек саған? Ақша. Не ақша керек саған? 200 теңге берші. 200 теңге? Иә. Каспиде бар ма екен, 200 теңге. Менде бар ғой. Бар ау деме, брат. Бар сияқты походу. Осылай зарплата түсіп еді ғой. Бар ма Каспиде 200 теңге? 200 теңге бар, бірекейін. Ема шығып тұр ғой, дәл брат, қазір бірекейін 200 теңге шығып тұр ғой. Қойш, Иә. маған жіберші номеріме. Давай, қазір жіберем. Қай көп бересің ғой, брат? 200 теңгені ба? 200 теңгені ма істейсіз? Бәріміз ютубтың күн көріп отқан жоқпыз ғой. О! Майк Миллерден 211 теңге түсті. Ой бә. Көрдің ба? Майк Миллердің шын аты Дәулет. Иә, Майк Миллердің шын аты Дәулет. Давай, енді Мен ба? мерекенің кезегі. Нешеуі бар әлі? Төртеуі бар. Төртеуі бар, иә. Маған жамандар түспесінші. Біле! Міне, мерекеге лимон жеу! Міне, лимон. Лимонды былай кесіп кеп берейін ба? Жеу керек қой сонда. Так, кесеміз. Мерекеге осындай лимонды алдық. Мереке жеу керек, қазір кеттік. Жеу керексің. Жемеймін. Задание ғой, мереке. Бәт істейм болды. Нормально қылып істе, бірақ жақындап тұр, жақындап. Түрін көрейік. Оп. Же. Мә, мынау дейтін ужас қой. Неге? Достар, комментарий жазыңыз, лайк басыңыздар. Сіздерде лимон жеп көрдіңіздер ма? Соны жазып кетіңдер комментарийға обязательно. Бізде тек қана 3 задание қалды, келесін орындайтын мереке. Ей, құма? Енді? Сен ғой? Мен ба? Так, бұл жерде бізде Біліп тұрмын ғой. 20 рет отырып тұру. Ең қиыны маған түсіп жатыр да. Достар, комментарийға Алтынбекке ең қиыны түсіп жатыр деп жазыңыздар. Бір, қиын екен ғой. 2, ұстап баған 3, 4, нормально отырмын. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, аяғым қытырлап отыр. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Ей, өтірік. Шынымен істедім. Аяғым қытырламай қалды ғой, жоқ жағында. Алдақшы? Алаяқ. Не алдайды? Темір 10 рет көтеру. О, нормально. Темірді 10 рет көтеру. Бұлай көтересің. Жоқ, бұлай. Кеттік. 1. 2, спортпен алысыңдар достар. 3, ауыр ма? 4, 5, 6, қасымда тұрып сынап тұрған қаш. Алаяқ. 7, жасан ба? 8, қиын ба не? 9, 9 жарым. Жоқ, бұл 10. 10 қолымен 10 рет, сол қолымен 10 рет. Жоқ, 10 рет деп тұр. Қайтып оқы қағазды. Бұрлама. Соңғы задание Сулифарсайк кім алады? Жоқ, бұлай сен аласың. Пысық шығарсың. Так, келесі бізде. Мен жындымын деп далада айқайлау. Мен жындымын деп далада айқайлау керекпін. Ал енді мен айқайлау керекпін. Мен әлде осындай жерге алып келдім, адам жоқ жерге. Енді обедтің кезінде, күн жарық кезде адам көп болмайды ғой. Мен жындым деп енді айқайлайын ба? Айқайла. Мен жындымын. Анжықта адамдар кетіп жатыр. Нормально ма? Жоқ та, айқайлайсың да. Нормально ғой? Айқайладың бұл? Қойып кеттік. Қумаш. Болды мен, кеттік. Алтынбек ерімді қайнап қош. Сөйлеш, дауысын шығар, дауысты алшы. Алтынбек жыныма тимей, тапсырманы дұрыстап орында. Мен жындымын. Дұрыстап байқайла. Мен жындымын. Қатты дауысың шығарып. Мен деп кәдімгідей. Мен Жындымын. жындымын. Болды ба? Нормально ғой да? Анаға танбай жатырмын. А?